саламатсызбы апай? Саламатсыңдар ма, сұрпы қыздар? Не іздеп келдіңдер? Бізге шоколад бересіз бе? Жарайды. Шоколад, сосын не? Сосын не алайық? Сағыз бересіз сосын? Иә, мынандай, жарайды. Үшеуіңе әртүрлі. Рахмет апай. Жақсы, ас болсын. Апай бірдеңе жазыпты ғой? Қане тыңдайық. Сіздерме балалар, бүгінгі демалыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын. 17 наурыз шаңырақ мерекесі, шаңырақ күні. Соған қатысты маған видео түсіріп жіберіңіздер. Апай, неге біз демалысты нормально демалмаймыз? Бірдеңе түсір деп, бірдеңе істе деп айта береді. Бар тапсырма берілді ма, орындау керек. Барлығынан да видео күтем. Сылтауларын маған керек емес. Бар видеоны міндетті түрде жіберетін болыңдар. Не болды? Мұғалімдерің не деп жатыр? Шаңырақ туралы бір видео түсір деп жатыр. Неге шаңырақ туралы видео? Бүгін қандай мереке? Өзі? Шаңырақ күні? Шаңырақ күні. Былтыр болды ма бұндай мереке? Жоқ. Жоқ. Бірінші рет Қазақстанда осындай мереке күні болып жатыр. Иә. Не киеміз дейміз, бәрі бар. Таңертең аяулап әжелерің оятады. Мамаларың киіндіреді, папаларың оқуға жібереді, иә? Солай. Киімдерің содай жаңа. Иә. Қалағандарыңды дүкенге келіп өздерің аласыңдар. Қазақстанда өмір бойы осылай болды ма? Жоқ. Қандай историядан, тарихтан қандай нелерің бар ойларында? Қандай осы тәуелсіз елді алу үшін біздің ата-бабаларымыз көп соғысқан. Соның арқасында біз тәуелсіз ел болып жатырмыз. Міне балалар, сондықтан тәуелсіз мемлекеттің шаңырағының астында тұрып жатырсыңдар. Өмірлерің күшті болып тұр. Енді мұғалімнің айтқандарын ұстап орындайсыңдар, тыңдап орындайсыңдар. Міне сендерге сыйлық. Мерекеміз құтты болсын. Сау болыңдар. Рахмет апай. Сау болыңыз. Сау болыңдар.